Энімді соққыға жығып, мүгедек қылған бұзақылар бостандықта тайраңдап жүр. Осылай деген атыраулық тұрғын облыстық прокуратура жұмысына күмәнмен қарайды. Бір жыл өтсе де тергеуді аяқтай алмаған құзырлы органдағылар қылмыстық істі жауып тастай ма деп алаңдайды ол. Бүгін талабын айтып, мемлекеттік мекеме алдына барды. Бірақ үнемі ашықпыз, халыққа жақынбыз деп ұрандататын жауаптылардың сылдыр сөзден өзге айтар жоқ. Қымбат Тайырқызы толықтырсын. Саламат Жексемалы көп балалы әке осыдан бір жыл бұрын соққыға жығылып, жолдастарының кесірінен өздігінен жүріп тұрудан қалған. Екінші топ мүгедегі тіпті сөйлей де алмай шарасыз күйге түскен тұрғынның ісіне қатысты тергеуден әлі де хабар жоқ. Қылмыскерлерді өзінің жазасын беріп, менің бауырымды аяққа тұратындай қылып, емдетіп ел қатарына қосса деймін. Бәрі сыбайлас деп ойлап тұрмын мен деген. Себебі неге? Мына бұзақылар деген бостандықта жүреді. Тергеу басталған уақытта Саламат Жексемалыны соққыға жықты делінген күдіктінің өзі мені тергеушілер азаптады деп арызданады. Кейін мүгедек азаматтың ісі шегеріліп, оның орнына прокурорлар адам азаптады деп айыпталған 5 полицейді тергеуге кіріскен. Осыдан 2 ай бұрын жедел уәкілдің бәрі кінәлі деп танылып, жаза арқалады. Айтбаевқа, Жонбайға, Мажитовке, Сигуатовқа Төлеушевке жаза өте орын ол қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесі тағайындалсын жаза. Ал қала тұрғынын аямай сабаған азамат мемлекет қорғауына алынды. Қазір істің қай деңгейде жүріп жатқанын прокурорлар ашып айтпады. Оған жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өңірдегі департаменті жауапты дейді. Бізде сотқа дейінгі тергеуші орын бекітілген, ол бізде қазіргі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті. Қазіргі таңда қылмыстық олардың өзнірісінде. Бірақ дегенмен, егер де сізге қылмыстық бойынша нақты ақпарат керек болатын болса, сіз сауалды жібересіз облыс прокуратурасына, немесе тергеу органына. Мән-жайды антикор өкілдерінен де анықтауға тырыстық, бірақ жемқорлыққа қарсы департамент өкілдері Саламат Жексемалының ісі 10 күн бұрын прокуратураның өзіне қайтарылғанын жеткізді. Осылайша құзырлы органдағылар әділдік іздеп шырылдаған арызданушыны сабылтып қойды. Бірақ мүгедек азаматтың заңды өкілі қылмысқа кінәлілер жазаланбайынша байыз таппаймын деп отыр. Қымбат Тайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен бизнес, Атырау.